дайын ғой. Все шапа жеңіс құтты болсын тағы да. Енді алда қандай мақсат қойып отырсыз? Алда мақсат енді жеңіске жеткен өте қуаныштымын. Қаншама адамдар келіп осыншама жанкүйерлер келіп қолдап отқан үшін үлкен рахмет. Барлықтарына келіп осыншама қолдап отқан үшін жеңістен кейін кішкене демалып алға қарай жылжимыз. Енді Стивен Томпсонды естіп тастадыңыз, енді оған қандай да бір реакция болды ма сіз? Реакция жақсы болған сияқты. Может 3-4 айдың ішінде шығып қалуымыз мүмкін бұйырса. Енді жыл соңына дейін қанша жекпе-жек өткізіп отырсыз ба? Жыл соңына дейін бір жекпе-жек өткізсем жетеді. Жекпе-жек. Осы жекпе-жектің алдында америкалық басылымдар осы жекпе-жекте бізбен сіздің қарсыласыңызды мерзімді тең дәрежеде өтеді деп айтқан. 3 раундқа дейін жалғасады деген, бірақ ойламауымызда екінші раундтың соңғы секундтарында конфедерацияның жеңіске және қарсыласыңыз қалай екен? Осыған дейінгі қарсыластардың салыстырғанда қалай екен? Негізінде мықты деп ойлағам мен. Ұстасқан кезде кішкене конкурентный бой болады деп ойлағам негізінде. Бұлайына енді осының мықты екенін біледі. Бойға шыққаннан кейін белгілі болады ғой енді бұлай. Айтсаң, айта бересің, әңгіме көп деген сияқты. Бұлайына дайын болып, жақсы дайындалып көрсетіп білмегенімізді бұлайына бәрі көріп адам болды. ақш-та табысын тапты ғой енді. Осы орайда қандай тамақта іштіңіз сол жақта? Біз көріп жатырмыз, қазір арта жеп жатыр. Неге біз тағы өзіміз ауызда айтсаңыз? Негізінде Қазақстаннан қазақтарды өзіміз тамақтардан гречка болсын, рис, сондай тамақтар әкеткенбіз. Неге дегенде ол жақтың тамақтан кішкене дәмдері басқаша, кішкене қиындау сол жақта. Олайна ол жақта кішкене көнігу керек тамақтарына. Көндікпен келді кішкене басқаша дейді. Тамақтары мен үшін енді кішкене қиындау. Қазақстан тамақтарына рейтингте 5 санды жоғарыладыңыз, 10 орынға көтерілдіңіз. Осы орайда өзіңіз әлеуметтік желіде бұйырса чемпион боламын дедіңіз бе? Иә, құдай қаласа ниетіміз бар. Жақсы ниетпен осы жақтан қаншама жыл ниет етіп жатырмыз, бұйырса боламыз. Алла құдайдан құдай қаласа ниет етсек, денсаулығымыз болса, чемпион боламыз. Рахмет, жеңіс. Амин. Осы жолы жеңісіңізді кімге арнайсыз? Білмедім. Ой болған жоқ жеңісім. Нағыз біреуге арнайын. Осы жеңісімді осы қазақстандық спортын көтеріп жатқан ағаларымызға арнаймын. Спорт жағынан мен болсын, менен басқа болсын, осы жас келіп жатқан спортсмендерді қолдап жатқан ағаларымызға арнаймын. Осындай үлкен азаматтар көп болсын. Дартин клубының басшысы Алидар Полашев ағамыздың үлкен рахмет. Осыншама қолдап жатқаны үшін, біздің спортты көтеріп жатқаны үшін, және де біздің басқа ағаларымызға да рахмет қолдап жатқаны үшін, ағамыз осы ағаларымызға үлкен рахмет. Осы ағаларымыз арқасында кішкене болса да бізге емдеу болады. Енді жалпы Дануайт қандай да бір пікір білдірді ме сіздің жеңісіңізде? Дануайтмен кездескен жоқпын. Жақсы ма? Жақсы ма? Сұрақ жоқ.